Сондықтан бұл бөлінушілік, бұл ауызбіршіліктен тыс әрекеттерді жасау, бұл үмметтің ең үлкен несі, үлкен дерті. Қазіргі таңдағы үлкен дерті. Міне сондықтан құрметті жамағат, бауырлар, мына жүректі тазалап, иншалла, жақсы шынайы Алланың алдына сау жүрекпен баруға Алла баршамызға нәсіп етсін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір күні мешітте отыр еді, сөйтіп сөзін бөліп жіберді, қазір сіздердің араларыңызға жәннаттық бір кісі кіреді деп айтады дейді. Баршамыз білетін хадисте. Қолында тәпішкесі бар, бір кісіге жатыр, дәрет алып келеді. Оны ешкім танымайды, намазға келіп жүрген біреу ғой. Сахаба бірақ. Сөйтіп жайлап мешіттің шетіне келіп отыра қалады пайғамбар. Уағыз бітеді, ертеңіне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дәл қазір мешітке жәннатты кісі кіреді дейді. Бәрі күтіп отыр, кім? Кешегі кісі жаңа. Дәреттің суы тамшылап тұр, шүліп кісі бар, қолында жайлап келе жатыр дейді. Үшінші күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тағы айтты дейді, қазір сендерге мешітке жәннатты бір кісі кіреді деп айтты дейді. Сол кісі ғой кешегі. Дәрет алып жайлап намазға келіп, оны былай қатардағы неде жүрген сахаба. Сонда Абдулла ибн Амр ибн Ас. Амр ибн Ас деген сахабаның баласы бар, Абдулла деген. Сол кісі жайлап жеке шығып кетеді ғой, жаңа кісінің артынан. Сөйтіп барады дейді, әкеммен келіспей қалдым, шама бір 2-3 күн үй жақта бола тұрайыншы дейді. Ойбай жүр дейді, сен сияқты сахаба, осындай ілімді адам сұрамай-ақ келесің ғой сен үйге дейді бізге. Оны үйіне апарады, құптан намаздан екеуі жақсылап әңгімелеседі, чай ішеді, не қылады. Сонымен Абдулла ибн Амр ибн Ас жаңа сахаба, мә бұның қандай амалы бар екен деп күтеді ғой. Жәннат деп айтты ғой 3 күн қатарынан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тәзкия берді сатанаға. Сонда құптанды оқып алады, не қылады, түнімен бір көзін ашып жатады, олай тахажжуд оқиды шығар деп ше. Анау құптанды шай жаман жуады, ұйқыны переді дейді жаңа кісі. Таң намазы болған кезде тұрады дейді, Абдулла кел намаз оқып алайық таң намазын. Мешітке барып таң намазын оқып келіп, сөйтіп таң намаздан тағы келіп тамақ ішіп отыр дейді. Аузын бекітті ма деп ойлаған ғой. Ораза да жоқ дейді жаңада. Сөйтіп жақсы, бүгін не қылмаған шығар дейді, кеше не қылмаған шығар, бүгін не қылатын шығар деп енді кешкісін құптаннан кейін келіп екі-үш шай тамағын ішіп тағы ұйықтайды, бір көзін ұйықтап жатыр, таңға дейін ұйқы жоқ. Абдулла ибн Ас өлігі келді, Абдулла ибн Амр ибн Ас. Тахажжуд оқи ма дейді, жоқ, сол періп жатыр дейді, ұйқын қордап қойып. Үшінші сол таңертең тұрады, аузын бектет шығар дейді ғой, енді бір оразасы бар ма, бір дауқа намазы бар ма деген сияқты ғой. Сөйтсе жаңа кісі тағы жоқ дейді, ештеңе. Шайды ұрып отыр дейді тамақпен қосып. Ойбай, мынау не болды? Үшінші күн тағы бір көрейін дейді ғой, соңғы күн. Үшінші күні өліп қалаздап түнімен таңға дейін күтсе, сол ұйқы дейді ғой кешегі. Мен сияқты екен де ұйықтай береді екен ше, түнімен тахажжуд оқымас. Сонда тұрды да аузын бекіте ма деп, тағы жоқ та, ораза жоқ, ештеңе жоқ, дұға жоқ. Шаруасын істеп кетіп барады дейді өзін. Сонда шыдай алмайды енді мына кісі бар ғой, Абдулла ибн Амр, жаңа сахаба барады да, пәленше дейді, сен дейді, Алла елшісі 3 күн бойы мешітке жәннати адам кіреді деген кезде сен кіріп келдің дейді да. Мен негізі әкеммен арам жақсы дейді да. Сенің қандай бір Аллаға ұнайтын амалың бар, соны білейінші деп үйіңе қонып едім әдейі дейді. Сонда жаңа сахаба күледі, көрдің ғой дейді, дым жоқ мен дейді. Я көрдім дейді, ештеңе жоқ екен дейді, я тағажжуд жоқ, не жоқ. Менде ештеңе жоқ дейді, просто мен жатарда дейді, жүрегімнің барлығын тазалап, мені ренжіткендерді, мен ренжігендерді барлығын тазалап, күшті ұйықтаймын деп айтады дейді. Әдемі ұйықтайтын сол екен ғой жаңа кісінің. Біздің ұйықтай алмайтынымыз сол екен ғой, жүрек таза емес екен ғой. Көрдіңіз ба? Сонда жаңа сахабаның сөзінен кейін, Алла елшісі осыны айтқан екен ғой деп айтты дейді. Жүректің тазалығы, басқа ештеңе жоқ дейді. Таңертең кешке жүрегімді тазалаймын, басқа ештеңе жоқ дейді менде. Көрдіңіздер ме? Енді мен сіздер жаңа тахажжуд оқып жүргендер несін аппетитін құртып жатқан жоқпын, оқи беріңіздер. Бірақ тахажжудты оқи бер, бірақ жүрегің толып қалған боқ болатын болса, былайша қазақша айтқанда, онда қиын жағдай. Жүрек таза болатын болса, кейбір тахажжудтеріңіз қаза болып кететін болса, енді ол қаза болмайды ғой, нәпіл намаз ғой. Енді былай кетіп қалатын болса, онда иншалла сіздің жүрегіңіз қиямет күні Алланың алдында пайда береді. Яума ла янфау малу вала банун, ол күні ешқандай мал дүние бала шағаң пайда бермейді, илля мән аталлаха би қалбин салим. Кім Алланың алдына сау жүрекпен, тәкаппарлықтан, көралмаушылықтан, жек көрушіліктен, күншілдіктен, кешірмеуден, осындай жүректерден сақ болатын болса, сол жүрек қана пайда береді дейді Алла Тағала. Бұл аят мен айтып жатқан нәрсе, құрметті жамағат. Алла баршамыздың жүрегімізді таза қылсын, пайғамбарлардың, сахабалардың жүректеріндей таза болсын. Бір-бірімізді кешірейік. Жақсы көретін адамдар болса, бір-біріңізді жақсы көрем деп айтыңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи сүннеті бойынша, мен сені жақсы көрем Алла үшін деп айтып қойыңыздар. Біліп жүрсін, ол да бір қуанып қалсын, машалла мен жақсы көрген біреу бар екен деп. Сол